Сонымен, достар, продолжим наш урок, и лексической части нашего урока мы познакомимся с словами и словосочетаниями, которые используем для описания расположения вещей, предметов, зданий вокруг нас. В русском языке для этой цели используются предлоги, а в казахском языке, как вы знаете, нет предлогов, но есть служебные имена, которые могут заменить предлоги русского языка. Давайте познакомимся этими словами и постараемся повторить за мной. Алды, арты, асты, үсті, іші, сырты, қарама-қарсысы, қасы, жаны, арасы, түбі, маңы. Также для описания расположения предмета мы используем и другие слова, такие как айналасы, шеті, бойы, оң жағы, сол жағы, ар жағы, бер жағы, жоғары жағы, төмен жағы, ортасы. Как вы уже заметили, все эти слова имеют притяжательную форму третьего лица с, так как они самостоятельно не могут дать нам описание расположения вещей. Для этого мы всегда ориентируемся на определенные предметы, и эти предметы мы ставим в форму родительного падежа нын, нэн, дэн, дэн, тэн, тэн. Также, когда даем описание расположению вещей, мы указываем их место, и поэтому после притяжательной формы мы часто добавляем окончание местного падежа «нда», «нде». Давайте приведем примеры. Для описания места расположения бумаг будем опираться на слова «шкаф», «стол» и «книги». Қағаздар қай жерде тұр? Қағаздар шкафтың ішінде тұр. Қағаздар шкафтың сыртында тұр. Қағаздар шкафтың қасында тұр. Қағаздар шкафтың артында жатыр. Қағаздар шкафтың алдында жатыр. Қағаздар шкафтың үстінде жатыр. Қағаздар шкафтың астында жатыр. Қағаздар шкаф пен үстелдің ортасында тұр. Қағаздар кітаптардың арасында тұр. Қағаздар үстелдің айналасында шашылып жатыр. Қағаздар үстелдің оң жағында тұр. Қағаздар үстелдің сол жағында тұр. А теперь дадим описание расположения офиса, опираясь на слова «дорога», «улица» и «город». Офис қай жерде? Офис жолдың ар жағында. Офис жолдың бер жағында. Офис жолдың бойында. Офис жолдың шетінде. Офис жұмыстың қарсысында. Офис Абайдың жоғары жағында. Офис Абайдың төмен жағында. Офис қаланың шетінде. Офис қаланың ішінде. Офис қаланың сыртында. Среди этих слов исключением является қарама-қарсысы. Он может быть использован и в дательном падеже. Офистың қарама-қарсысында или офиске қарама-қарсы. Чтобы сказать арасында, среди, существительное должен быть использован во множественном числе. Үйлердің арасында. Қағаздардың арасында. Компаниялардың арасында. Также эти слова можно использовать и с притяжательными местоимениями.
Но в таком случае требуется согласование слов по лицу и числу. Например, Дарья қайда? Менің қасымда. Сенің қасыңда ма? Сіздің қасыңызда. Оның қасында. Біздің қасымызда емес. Сендердің қастарыңда ма? Сіздердің қастарыңызда. Олардың қастарында. Итак, в повседневной жизни мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда нам надо точно описать местонахождение чего-либо или кого-либо. Поэтому эти конструкции и модели, думаю, для вас были очень полезными. Для лучшего запоминания давайте выполним упражнение.